Так, міне ыдыстарды жуып болдым. Енді ана шкафты жинау керек. Бәрін қалай болса солай қоя салыппын ғой. Бәрін әдемілеп бүктеу керек. Мына мамамның киімдері, мына жерде әкемнің киімдері. Очкилерді мына жерде тұра берсін. Және мына жақта да бәрі бар. Все. Чемоданымда неғып тұр. Жарайды, бұны да орнына қояйын қазір. Ал бірінші мына жерді жинастырайын. Болды, бәрін жинастырдым. Ал енді келе ғой, сені таранамыз. Дәріңді де ішесің. Енді келе ғой, тарайық сені. Мә, не деген көп тарағың сенің? Мына мен қайсын тарайды? Дым түсінбедім. Болды, енді саған мынаны тамызып жіберейін. Жарайды, үйде жинадым, енді кеш батқанша осылай отыру керек. Мына тарақтарды орнына қоя салайын. Бұған айтпақшы тамағын беру керек қой. Ұнамайды. Осыны бере берейін. Бұл әйтеуір үнемі аш. Жарайды, теледидар көріп отырайын біраз. Бұл кім? Мамам звондап жатыр екен. Алло? Алло, қызым, не істеп жатсыңдар? Біз үйдеміз, қазір телевизор көріп отырмыз. Бәрін жасап қойдың ба мен айтқанын? Я, жасағанмын. Ал сіздер қайдасыздар? Біз жолдамыз, яғни уже жетіп қалдық. Жарайды. Анау мысық тамағын жеді ма? Я, жеді. Қазір де жеп жатыр уже. Жарайсың, қызым. Әйтеуір үйге ешкім келген жоқ па? Жоқ, ешкім келмеді. Келмей-ақ та қойсын. Жарайды, солай енді кешке дейін отыра бер. Енді тыныш отырсаң болды. Сізбен сөйлесемін дейді мысығымыз. Қане, әкеш телефонды оған. Бір нәрсе деп жатыр? Жаным, соған да қарап қой, білдің бе? Басқа нәрсені тырналап, обойдың бәрін бытшын шығармасын. Жарайды, қарап отырамын. Жақсы, онда біз келдік уже. Аха, давай. Болды, енді теледидар көрейік. Не, бұл кім? Мен барып көремін, тыныш отыр сен. Мәссаған, мен қорқып тұрмын, барғанға қорқып тұрмын. Ол кім екен? Есікті құлттап қойдым, ешкім ашып кіре алмайды. Мен қорқып жатырмын, бұл кім? Мамама звондайын десем, телефонымда единица бітіп қалды ғой. WhatsApp'тан жазайын десем, ол жерде сет ұстамайды. Енді не істеймін мен? Мәссаған, қорқамын. Бергелші мысығым, терезеден қарап көрейін кім екен. Бұл терезеден көрінбейді. Өзімнің бөлмемдегі терезеден көрейін. Қорқамын. Біреу қап-қара киім киіп алған біреу ғой. Мама, мен не істеймін енді? Қайда тығыламын? Мүмкін тығылармыз, я? Саған бәрібір ғой. Мен қайда тығылам? Ана жақтағы бөлмелерге барсам көріп қояды. Одан да осы жерде отырайын. Мүмкін полицияға звондармын. Білмеймін ғой, бірақ кім келгенін. Егер үйге кіретін болса, онда звондаймын. Бұл кім екен? Кетіп қалды ма екен, әлде тұрма? Че-то тағылдытпай кетті ғой. Мүмкін кеткен шығар. Одан да барып ақырын барып көрейін. Ұсталсам енді мейлі, көрейім соны да. Мынақтағы сондикті алып алайын. Егер де маған нападать етсе, мен де осымен ұрып жіберемін. Не? Ешкім жоқ қой? Ешкім жоқ екен. Мен не істеймін? Мүмкін ол ана жерде тығылып тұрған шығар. Мен одан да әрі қарай кете берейін. Ал мүмкін бұл ұры шығар.
әлде жай танысымыз ба? Онда айқайлап біздің атымызды айтатын еді ғой. Онда бұл ұры, бірақ та ұрылар тақылдатып кірмейді ғой. Мүмкін менің кішкентай бала екенімді біліп, әдейі тақылдатып алдайын деген шығар. Білмеймін, неше түрлі ойлар кеп жатыр. Қорқып тұрмын. Осында тыныш отыра тұрайын. Бұл кім? Белгісіз номер. Мен белгісіз номерді алмауым керек. Я, қоя салайын. Әлі звондап жатыр маған. Бұл кім екен? Маған әкем белгісіз номер звондаса алма деп еді ғой. Значит, алмай-ақ қояйын. Тағы да звондап жатыр мынау. Жоқ, алмаймын. Бұлар менің номерімді қайдан біледі? Әдейі бізді аңдып жүр ме екен? Не? Енді терезені тақылдатайын деп жатыр ма? Мен не істеймін енді? Перденің артына тығылып отырайын. Қорықпауым керек. Если что, менде таяқ бар. Сіздің телефоным бар. Ей, мысық, кес. Не болды? Не үшін келдің, жаным? Біреу сөйлеген сияқты болды ғой жаңа. Саған сөйледі ма? Мамама звондайын десем, единством жоқ. Енді не істеймін? Мамам қашан звондайды маған? Бірақ та олар енді жетті ғой. Олар әлі әзір маған звондамайды. Егер де бұлар ұры болмаса, бандиттер болса ше, олардың қолында қару болса ше, мен не істеймін онда? Бірақ та оларда қару болатын болса, терезеге ататын еді ғой. Жарайды, болды, жыламай-ақ қояйын, я. Қарным да ашып кетті. Ана жерге барайын десем, терезеден бәрі көрініп тұрады ғой. Жарайды, онда мен WhatsApp-та мамама жазып көрейін, мүмкін бармаса да оқып қалатын шығар. Сетіде болуы мүмкін, қазір көрейін. Мама. Так, мен қоя салайыншы. Мама. Сообщением бармай жатыр. Барды, бірақ та оқымады. Оның интернет өшіріп тұрған ғой. Значит, оның қолы бос емес. Сол үшін ол қазір оқымайды. Мен не істеймін? Енді біреу кіріп кетпесе жақсы болатын еді. Так, главное, менде таяқ бар, басынан бір ұрам осымен. Ал мүмкін ұры ол үлкен адам шығар. Менен 100 есе үлкен адам болса ше. Мұнда мына зонтик сынатта қалады ғой. Одан да бұдан қатты бір таяқ алу керек. Мен ана жерге қалай да болса да баруым керек. Ол кухняда тұр. Оқтау өте жақсы таяқ, сол үшін оқтауды алу керек. Енді абайлап өту керек. Надеюсь, ешкім жоқ. Ешкім жоқ екен. Так, оқтау қайда қойып едік? Осындай таяқ тауып алдым. Бұл өте қатты жақсы ұрады ғой. Осымен ұру керек. Мына жерде отырайын, қазір біреу келсе басынан пақ етем. Мама, анау ұры ғой. Ей, қызым, ашсаңшы есікті. Бері кел. Мен қайдамын? Аға, кешіріңіз. Сіз үйдесіз, мен үйімдесіз. Сізді мен таяқпен ұрып қойыппын. Ой, басым сынып бара жатыр. Ойбай, қатты ұрған не сонша, не үшін ұрдың мені? Кешіріңізші, сізді ұры деп ойлап қалдым. Неге маған көрші аға келеді деп айтпаған? Білмеймін ғой. Сені мамаң шақырды ғой осыған қарай тұрсын деп. Енді баяғыдан бері көрші болғаннан кейін маған сенетті. Енді саған барып едім, сонша басымнан ұрдың ғой. Ойбай, басым сынып бара жатыр, ойбай. Аға, кешіріңізші, жатыңыз. Сізге дәрі ма, анау-мынау алып келейін, я? Сіз шөлеп тұрсыз ба? Аға, уже ұйықтап қалдыңыз ба? Өлтіріп қоймасам жақсы болатын еді. Мамамды айтпай ма? Біреу келеді деп. Соншама адам шошыттыңыз ғой. Кеттік. Мына дәріні берем ба? Мамам звондап жатыр. Алло, қызым, не болды? Анашым, сізге WhatsApp-тан жаздым ғой, сол кезде неге жауап бермейсіз? Мен, үйге келген көрші ағаны ұры деп, оның басынан таяқпен ұрып жібердім. Немене? Неге, қызым, жынсыз
ағаң келет деп. Айтпапсыздар ғой, сонымен бөтен адам екен деп басынан ұрып жібердім. Өлә, ұят болды ғой, ұят болды. Саған айтам деп ұмытып кеттім. Анау жолға жетіп, әйтеуір ана үйге кіріп жатқан кезде звондадым ғой саған. Сол кезде айтам деп есімнен шығып кеткенін айтсаңшы. Енді қай дәріні беремін, басым қатты ауырып жатыр дейді. Анау бір дәрі бар еді ғой, атаған еді құрғыр. Білмеймін, мама, мен. Анау қара түсті дәрі бар ғой, тамызатын. Сол анау мысықтың шкафында тұратын. Соны бері басқа ауырғанға арналған ғой, ол адамдарға. Немене? Мен бұны мысыққа бердім ғой. Бөлі, мысыққа берген еді, жынсызсың ба сен, неге бересің оған? Білмеймін, әйтеуір жанында тұрғаннан кейін бере салғанмын. Сене мысық деп алған кезде қақылдап қоймап едің, енді қалай ухаживать ететінді білмейсің. Бөлі, ана мысыққа не болады енді? Білмеймін, мама. Жарайды, онда ана ағаға тезірек берші ана дәрісін. Аха, қазір беремін. Мен бүгін бірнеше зат құрттым ғой. Біресе ағаның басынан ұрдым, біресе мына мысыққа басқа дәрі беріп тастаппын. Бұлай болғанша одан да туысқан әпкемнің үйінде отқаным артық қой. Құрсымнан дәріні бере салайыншы тезірек. Не аға дәріңіз? Аха, қоя сал. Ойбай, басым сынып бара жатыр, үйіме кеттім, құрсын. Аға, кешіріңізші. Қазір мына дәріні қайтадан қайтарып алып береміздер, ме? Аха, бүгін ужас болды. Үйімде шашылып жатыр. Жаңа ғана жинап қойып едім. Мұның бәрін орнына қояйын. Енді саған ештеңе болмайтын шығар, Енді телевизор көріп, тыныш отырайықшы болды. Ал, біз келдік. Не? Анашым, әкешім келіпті ғой, кеттік жүр. Анашым, әкешім келдіңіздер ма? Неге ертерек келдіңіздер? Ой, сен түні бойы жалғыз өзің болсаң мына үйді қиратып өртейтін шығарсың. Енді сол үшін келдік, енді қонбай. Сені жалғыз қалдыруға болмайды екен. Ужас, ана ағадан ұят болды ғой, Мен енді білмей қалдым ғой. Енді мен кінәм, жарайды, ешен кетпейді. Шаршап кеттік қой жолдан. Шай ішейікші құрсын. Шай қош бар. Мен ба? Бірақ мама папаларының келгені жақсы болды. Әтпесе қорқып ұйықтайтын едім. Енді нормально, спокойно ұйықтаймын. Шай жасайды құрсын. Қатырыпсың ғой сенде, қызым ау. Енді білмей қалдым бірақ. Басынан парқ еттім дейсің бі, қатырасың сенде. Арған кезде айтып қойыппын ғой солай. Қатырасың ғой сенде. Ұры деп, андай зонтикпен ұрайын дегем, сосын барып оқтауды іздедім, сосын барып таяқты тауып алдым да, таяқпен ұрдым. Әтпесе таяқпен емес, зонтикпен ұрғанда аман қалатын еді. Ударың мықты екен ғой, басын сындырыпсың ғой. Жарайды құрсын, енді ана кісінің бетіне қалай қараймыз? Ұят болды ғой, әбден жерге кіргіздің ғой бізді. Жарайсың, зато біліп жүресің. Сонымен осы сериал аяқталды. Және бүгінгі видео сізге ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіз. Міндетті түрде видео аяқталды. Сау болыңыздар.